Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге біздің дикциямызға тісіміздің әсері туралы айтатын боламын. Және де Фредди Меркури туралы айтамын. Бұл кісі кім, және де ол туралы мен не үшін айтамын, барлығын сіздер видеода білетін боласыздар. Олай болса видеоны бастайық. Жалпы достар, Фредди Меркури деген кісі бұл британдық әнші, Queen тобының солисті болып саналады. Ол қарапайым ғана әнші емес, өзінің ерекше тістері арқылы барлық халыққа танымал болған әншілердің бірі. Және де біз бүгін сол туралы айтатын боламыз. Неліктен Фредди Меркури халыққа тез танылды? Өйткені оның тістері айтарлықтай алдыға шығып тұрды да, соның нәтижесінде оның күлкісі ерекше саналды. Оның күлкісі ерекше болуының, бұлай тістерінің олай орналасу себебі, ода өте сирек кездесетін аурулардың бірі мезиоденс деген ауру түрі болған. Яғни ол дегеніміз біздің тістеріміздің, яғни ауыз қуысымыздағы артық тістерді білдіреді. Яғни ода осындай ауру болғандықтан оның артық тістері көп болды да, соның салдарынан оның алдыңғы тістері, яғни алдыға қарай қатты шығып тұрып, оның күлкісі өте ерекше болып көрінді. Және де халық та оны сол күлкісі арқылы, сол тістері арқылы танитын болды. Оның әдеттегі азу тістері артында тағы да 4 азу тіс болды. Соның салдарынан, яғни оның тістері бір-бірінен өте қатты жақын орналасып, және кейбір тістері солай алдыға қарай шығып кеткен. Сол себепті де оның тісі халыққа оны танытатын бір құрал десек те болады. Өйткені білесіздер, әншілердің барлығы да бір, мысалға кейбір әншілер өздері очки тағып, немесе тақия киіп, бас киім киіп, солай ерекшеленіп тұруға тырысса, бұл әнші өзінің тістері арқылы солай ерекшеленуді жөн көрген екен. Бірақтан да негізінен алғашында ода осы тістері арқылы халықтан қатты ұялу сезімі болған, және де оны тіпті топқа алмайды дегенде күмән болған. Себебі осы тістер арқылы оған ертең қаншама хейт келеді. Сол себепті де топқа алмаймыз дегенде, алынбай қалады-ау дегенде күмән болған екен. Дегенмен де әнші өзінің сол тістері арқылы өзінің кең диапазонын көрсетіп, өзін дәлелдегеннен кейін оны бірден топқа қабылдаған. Және де сіздерге айта кетейін, негізінен ол тістері оның ерекшеленіп тұрғанымен, алғашында ол да тістерін қабылдамаған. Мысалға, комментарийға жазып жатқан адамдар да көбісі, мысалға, тістері қисық орналасқан, немесе сондай біздің де тістеріміз алға қарай шығып кеткен, сондай кісілер болса, олар алғашында өздерінің тістерін қабылдамайды, қатты ұялатын болады. Ол да солай мектеп кезінде өте көптеген хейтқа ұшырап, өзінің тістерінен ұялатын болған, және де сөйлегісі келмей, сондай өте қатты буллингқа ұшыраған болатын. Фредди Меркури де өзінің тісінен қатты ұялатын болған. Әсерінен алғашқы өлең айтқан кездерінде үстіңгі ернімен, яғни тісін жауып алатын болған көп жағдайда. Және де микрофонды аузына өте жақын ұстайтын болған. Яғни тістерін көрсетпеуге тырысқан. Фредди Меркури танымал әнші болғаннан кейін де оның тісін жасатуға ақшасы болды, емдетуге, барлығын дұрыстатуға мүмкіндігі болды, бірақ ол оны жасаған жоқ. Өйткені ол мысалға өзінің талантының, өзінің осындай әдемі даусының сыры сол тістерінде деп ойлады. Яғни сол тістері арқылы оның дикциясы өте әдемі болып тұр, және де вокалы да өте жақсы болып тұр деп ойлаған болатын. Достар, бірақ оның диапазоны 4 октаваны құрайды. Ал ол дегеніміз әншілердің арасында сирек кездесетін диапазон болып саналады. Сол себепті де ол тістеріне ешқандай өзгеріс жасатқан жоқ. Оның дауысы бриллиант дауыс саналды. Достар, сіздерге де айтарым, сіздер өздеріңіздің тістеріңізден ұялып жүретін болсаңыздар, одан ешқашанда ұялудың қажеті жоқ. Егер де сіздердің тістеріңіз қисық орналасқан, немесе жаңағыдай бір-бірінің үстіне шығып кеткен, алдыға қарай шығып кеткен болса, ол ешқандай да сізге кедергісін келтірмейді. Яғни сіздің сөйлеуіңізге ешқандай кедергі болмайды. Жай ғана оның барлығы комплекс, яғни басқалар сіздің тісің дұрыс емес екен деген ол сіздің өзіңіз ішіңізге
ретінде қабылдап, комплекс ретінде қабылдап аласыздар. Содан кейін менің тістерім осылай сөйлеуіме зиян тигізеді, кедергі келтіреді деп ойлайсыздар. Бірақтан да олай емес. Дегенмен, егер де сіздердің кейбір тістеріңіз түсіп қалған болса, егер тісіңіз мүлдем жоқ болса, онда ол сіздің сөйлеуіңізге кедергі келтіруі мүмкін. Өйткені кейбір дыбыстар бізде анық шықпай қалады. Сол үшін де енді егер де түсіп қалған тісіңіз болса, оны салдырып алу керек. Қазіргі таңда медицина барлығы дамыған, яғни ол тісіңізді қайтадан орнына келтіре аласыз. Достар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Егер де видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.